Сәлеметсіздер ме? Отыруларыңызды сұраймын. Табиғат соты ашық деп жариялаймын. Айыптаушы адам, прокурор, айыптауды бастаңыз. Құрметті сот, айыптаушылар ғасырлар бойы табиғатты аяусыз пайдаланып келді. Өзендерді ластады, ормандарды жойды, ауаны улады. Біз куәгерлер арқылы оның кінәсін дәлелдейміз. Айыпталушы, кінәңді мойындайсың ба? Өркениет құрдым. Құрметті сот, даму жауапсыздыққа себеп бола алмайды. Куәгер су. Су, адамның әрекеті саған қалай әсер етті? Мен бұрын мөлдір едім, қазір менде қоқыс қалқып жүр, балықтар азайды. Бұл өздігінен болды ма? Жоқ, зауыт қалдықтары мен пластиктен болды. Мойындайсың ба? Маған өндіріс керек болды. Өндіріс керек деп тіршілікті құрбан етуге бола ма? Құрметті сот, келесі куәгер Орман. Айтыңыз, жағдайыңыз қандай? Мен азайып барамын. Күн сайын ағаштар кесіледі. Бұл сонда табиғи құбылыс па? Жоқ, көп жайында адамның кесірінен. Айыпталушы, сіз орманды кестіңіз бе? Я, бірақ маған құрылыс керек болды. Ал маған өмір сүру керек болды. Құрметті сот, су ластанды, орман жойылды. Бұл нақты дәлел болады. Айыпталушы өз әрекетін даму деп ақтағысы келді. Бірақ бұл немқұрайлық. Мен жалғыз емеспін, олай барлығы да істейді. Біреу қателессе, сен де қателесуге міндеттісің бе? Айыпталушы, соңғы сөзің бар ма? Мен тартылып барамын. Мен жанып барамын. Жоқ, тоқтаңдар. Бұл сенің әрекетінің салдары. Мен қателестім, мен барлығында бақылауда ұстаймын деп ойладым. Бірақ мен табиғатсыз өмір сүре алмаймын. Егер шын өкініш болса, онда дәлелде. Мен қоқысты сұрыптаймын, суды үнемдеймін, ағаштар отырғызамын, табиғатты қорғаймын. Сөз емес, әрекет керек. Бізге уәде емес, нәтиже керек. Бұл істің үкімі бір адамға ғана қатысты емес. Үкім сендердің қолдарында. Табиғатты сақтайық. Табиғатты сақтайық.